Әл-Бақара сүресі 59-64 аяттар. Ал пейілі бұзық зұлым пенделер, осылай деп айтыңдар деген кешірім сұрау сөзіне өңін айналдырып қасақана басқа сөзді айтты. Құдай үкіміне қарсы шығып, зұлымдық жасаған үшін біз оларға көктен азап түсіріп жазаладық. Өз қауымы үшін жалбарынып, Мұсаның бізден су сұраған естеріңе алыңдар. Аса таяғыңмен жартасты ұр дедік біз оған. Сол кезде 12 қайнар бұлақтың көзі ашылып шықты. Осыдан кейін әр рудың адамдары өздерін су ішетін бұлағын білетін болды. Ей пенделер, Алланың берген ризығын ішіп жеңдер, жер бетінде жамандық таратпаңдар, жауыздық жасамаңдар. Ей Мұса, бірақ түрлі тағамға қанағат қылмаймыз. Құдайыңа дұға қылып сұра, бізге жерден өсетін көкөністерден қияр, сарымсақ, сары бұршақ, пияз берсін дедіңдер. Осындай қасиетті тағамды сапасыз дәмге айырбастамақсыңдар ма? Кез келген шаһарға барсаңдар, осы сұрағандарың бар ғой, деді Мұса. Олар Алланың қаһарына ұшырап, бастарына қорлық пен кедейлік қасіреті орнады. Бұның себебі олар Алланың жіберген аяттарына сенбеді және пайғамбарларды жазықсыз өлтірді. Алланың әмірлеріне бағынбай, неше түрлі қылмыстарға бой ұрды. Ақиқатын айтар болсақ, иман келтіргендер үшін де, сонымен қатар Аллаға және ақыретке сеніп, дұрыс амалдар жасаған яһудилерге, насараларға және сәби қауымына да Раббыларының құзырында сыйлық бар. Олар да үрей мен қорқу болмайды, қайғы-қасіретті де білмей өтеді. Тұр тауын төбелеріңе төндіріп тұрып сендерден серт алдық. Біздің өздеріңе берген тура жолымызды берік ұстаныңдар, әмірлерімізді есте сақтаңдар, мүмкін тақуалыққа жүгінесіңдер. Бірақ сендер одан теріс айналдыңдар. Егер де Алланың сендерге деген жақсы пейілі мен мейірімі болмағанда, қасірет тартқандардың қатарында болар едіңдер. Сендерге міндет етілген сенбі күннің заңын бұзып, шектен шыққандарыңды өздерің жақсы білесіңдер. Сондықтан да біз оларға ұсқынсыз кейіппен маймылдарға айналыңдар деп қарғыс айттық.